Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Арапа күні. Арапа араб тілінен аударғанда білу, түсіну деген мағынаға келетін етістіктен шығады. Бұл күннің Арапа деп аталуының себебі Зүл-хиджа айының 8-ші күні Ибрахим пайғамбар алейхиссалам түсінде құрбандыққа баласын Исмайылды шалу жайында түс көреді. Алғашқыда көрген түсі жай түс пе, әлде аян ба деп ойлаған ол, ертесіне айдың 9-ына таяған күні тағы көреді. Осыдан кейін оның Алладан келген аян екенін біледі. Осы себепті бұл күнді Арафа күні деп атап кеткен деседі. Арафа күнде ұсталатын ораза. Арафа күні қажылыққа барған кісінің ораза ұстап, нәпіл намаздар оқып, Алладан дұға тілеуі сауапты. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде Арапа күнгі ораза үшін өткен жылғы және келер жылғы 2 жылдық кіші күнәлардың кешірілуін Алладан үмітпен тілеймін деп бұл күнгі оразаның мағынасын баса айтуда. Басқа сахих хадисте Арафа күні ораза 2 жылдық күнәларға кешірім болады, өткен жылдың және келер жылдың күнәларына. Ал Ашура күнгі ораза болса 1 жылдық күнәларға кәфарат кешірім делінген. Тағы бір хадисте дұғалардың ең қайырлысы Арапа күні жасалған дұға деген. Ендеше Зүл-хиджа айының алғашқы 10 күнінде, оның ішінде Арапа күні сауапты амалдарды көптеп орындаған дұрыс. Арапа оразасын ұстаған кісі күнделікті намаз кестесін негізге алып ұстаса болады. Дәлірек айтқанда, таң намазы кірген уақыт, ауыз бекіту уақыты болмақ. Сол уақытқа дейін сәреңізді ішіп жеуге рұқсат. Ал ақшам намазының кірген уақыты ауыз ашар уақытының кіргенін білдіреді. Осы тұрғыда күннің толықтай батуы маңызды. Ниет дегеніміз іштей бір нәрсені орындамаққа оқталу, соны діттеу дегенді білдіреді. Сондықтан да көкейде Арапа күнгі нәпіл оразаны ниет етілген болса, соның өзі жарамды. Тілмен айту шарт емес. Дегенмен ауызша айтам деуші кісі болса, ниетін қазақ тілінде жасай берсе де болады. Арапа күні сәресіге ұйықтап қалса, не істеуге болады? Арапа күні сәресіге ұйықтап қалған адам еш нәр татпастан сол күнгі нәпіл оразасын ниет етіп ұстап кете беруіне болады. Оразаны саналады. Осы тұрғыда айта кетелік, ниет түске дейін жасалған болуы тиіс. Түс уақыты кіргеннен кейін ораза ниет етілмейді. Сонымен қатар, Арапа күні таң намазынан бастап құрбан айттың 4-ші күнгі екінті дейінгі аралықта әр парыз намазының соңында сәлем бергеннен кейін тәхбир тәшрик дұғасы айтылады. Бұл аралықта аталмыш дұғаны тек парыз намаздардан кейін айту керек. Сүннет, үтір және нәпіл намаздардан кейін айтылмайды. Тәкбір тәшрикті айту намаз оқу міндет болған әрбір мұсылманға уәжіп. Тәкбір тәшрик дұғасы әр парыз намаздың соңында бір реттен айтылады. Дұғасы төмендегідей. Арапа күні амалдарға қатысты 6 кеңес. Арапа күнін құрметтеу. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Арапа күнін құрметтеңдер, өйткені Арапа Алла тағаланың қадірлеген күні. Немесе Арапа күні құлағына, көзіне және тіліне ие болған адам кешіріледі деген. Құлағына ие болу ғайбат, мәні жоқ жаман өлеңдерді тыңдамау деген сөз. Егер бұлай біздің қалауымыздан тыс құлағымызға келетін болса, бізге күнә болмайды. Көзге ие болу харам нәрселерге қарамау және мубах нәрселерден ғибрат алу деген сөз. Тіліне ие болу өтірік, өсек, сөз тасу, жаман сөз, тіпті бос сөзден тыйылу, ешкімді тілмен ренжітпеу дегенді білдіреді. Осы айтылғандарға мойынсынып жүрген адам Арафа күнін құрметтеген болады. Сондықтан бұл күні жасалған игі істер үшін сауаптар бірнеше есе артып, және оның шын мәніндегі көптеген Алладан басқа ешкім білмейді. Сол сияқты бұл күні жасалған күнәларда жазасы бірнеше есе артады дейді. Келесі тәшрих тәкбірін айту, ораза ұстау. Және 4-ші кеңес, ол дұға жасау. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай дейді: дұғаның абзалы Арапа күнінің дұғасы, және әрі менен бұрын болған пайғамбарлардың айтқан дұғаларының абзалы Алла тағаладан өзге тәңір жоқ. Ол жалғыз, оның серігі жоқ. Иелік және мақтау Алла тағалаға тән, әрі ол барлық нәрсеге құдіретті. Сол үшін осындай қасиетті мол күнді бос өткізбей, дұғамен күнімізді берекелі еткен жөн болады. Дұғамыз арқылы елімізбен, жеріміздің, жанұямызбен ағайынның амандығын тілеу қажет.
Бесінші кеңес – тәубе ету. Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, адам баласының бәрі қателік жасайды. Солардың ішіндегі ең жақсылары жасаған қателіктері үшін тәубе еткендері деген. Демек, күнә істемейтін, қателікке бой алдырмайтын пенде болмайды. Алла пендесіне тәубе ету мүмкіндігін берген. Сол үшін Арапа күні мейірім есігі ашылған кезде Аллаға тәубе жасап, күнә қателіктеріңіздің кешірілуін сұрау керек. Алтыншы кеңес – кешірімді болу. Кешірім – иманның шынайы көрінісі. Адамзаттың ардақтысы пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай айтқан: кешіре әрі райдан қайта біліңдер. Өйткені кешірім мен мейірімділік таныту пенденің маңыздылығын арттыра түседі. Егер Алланың сізге ұлықтауын қаласаңыз, онда өзгелердің де күнәләрін кешіріңіз. Ендеше Алланың шарапатымен кешірім алатын мұсылман жұмақтағы Кәусар бұлақтан су іше алады. Алла оны ұлықтайды. Қиямет күні өзі кешіріліп, жоғары дәрежеге ие болады. Ал кімде-кім мейірімділік танытпаса, мұның бәрінен құралақан қалуы ықтимал. Арапа күні мүбәрәк болып, еліміздің үйлерімізден бақ-береке кетпесін. Жаратушы Жаббар иеміз Арапа күнгі жасайтын ізгі амалдарымыздың сауаптарын барлығымызға жазғай. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.